Құрметті әріптестер, бүгін сіздерге жасанды интеллект көмегімен жасалатын видео туралы түсіндіретін боламын. Алдымен Google-ға кіріп аламыз. Мына жерге flow деп жазамыз ағылшын тілінде. Flow деп жазған кезде бірінші сілтемеге өтеміз. Мынау Labs Google деп тұр. Сол сілтеменің үстінен басамыз. Google Flow-ға кірді. Мына жерде тілді ауыстыруыңызға болады да. Ағылшын тілінде болатын болса, 3 нүктені басатын болсаңыздар, выбрать другой язык деп тұр. Сол арқылы тілді ауыстыруға болады. Одан кейін мына жерде Творец Flow деп тұр ғой. Соны басамыз. Оған дейін біз Chat GPT-ге кірейік. Яғни біз Chat GPT-ге кіріп аламыз. Мысалға біз қай тақырып бойынша видео жасайын деп жатырмыз. Ең алдымен былай жазайық. Видео жасайтын мамансың. Яғни Chat GPT-ге біз ең алдымен роль береміз да. Ол қандай роль атқаруы керек. Видео үш арқылы промпт жазып беруім керек. Видео жақсы, сапалы шығуы үшін қандай промпт ұсынар едің деп біз Chat GPT-дің өзінен сұраймыз. Көрдіңіздер, бізге шығарып бер, яғни видео сапалы болу үшін қандай идея ұсынасың деп айттық та, қандай промпт ұсынар едің деп айттық. Ол бізге жалпы видео жақсы шығу үшін осындай нелерді бөліп берді да. Көріністі бөліп берді, стильді бөліп берді, диалог, дыбыс, техникалық баптауларды бөліп берді. И үлгісін жазып берді мына жерге ше. Дәл осы отырып, физикадан 8 секундтық видео жасауға көмектесейін. Механика бөлімі ішіндегі дей салайық. Ішіндегі жер бөлімі қозғалыс тақырыбын алайық. Енді бір кейіпкер таңдайық та. Ертегі немесе мультфильм кейіпкерлерінің біреуін алайық. Мысалы оқушыларды қызықтыратын бір кейіпкерді алайық. Мысалы реал адам бола салсын, оқушы дей салайықшы. Мысалы оқушының өзін біз жасын жазуымыз керек та. Қандай жаста болу керек оқушы? 15-16 жастағы бала аттракционда жүр. Ол карусельдің айналғанын жерде дөңгелек деп қосып кете салайық. Карусельдің айналғанын бақылап тұр. Егер карусель мысалға 1 минутта 20 рет айналса, оның айналу периоды мен жиілігін анықтаңдар деп айтсын. Ол бала деп қосылайық. Енді видеоның форматын жасалайық. Видеоның форматы 16-ға 9. Лайкен HD формат болсын, немесе 4К дегендей мына жерде.
форматта видеоны етіп шынайы жасап берсең. Диалог қазақша латын тілінде болсын. Так, болды, енді жіберейік. Бізге промптты жазып берді, оқып шығамыз. Егер карусель 1 минутта 20 рет айналса, оның айналу периоды мен жиілігін анықтаңдар деп айтылған диалог. Міне қазақша. Так, міне 8 секундтық, мына жерде HD, Full HD және форматы жазылған. Так, мына жерде стильдер барлығы жазылған. Егер негізі промпттың барлығы ағылшын тілінде болу керек. Мынаның барлығын копировать етіп аламыз. Копировать етіп біз неге қоямыз? Флоуға. Создать проект деген басамыз. Енгіземіз. И мына жерде аккаунт тұр. Аккаунттың үстінен басатын болсаңыздар, бізде міне 80 бонус қалды. Яғни 100 кредит береді. 100 кредиттің 80-і қалды. Яғни бір видеоға 20 кредит алады. 20 кредит алады. Енді ол кредиттердің санын арттыру үшін біз сменить тарифный план дегенді басамыз. Осыны басу не? Google AI Pro'ға қосылатын болсақ, міне 9990 теңге, бірақ бір ай ішіне 0 теңгемен пайдалануға болады. Бұл жерде бізге 1000 кредит береді. И оның астында мүмкіндіктері бар. Одан да басқа тарифтер бар. Міне Google AI Ultra деген бар, ол 62 000 теңгеге қосуға болады. Біз қазір 9990 теңгелікті бір ай тегін қолдануымызға болады. Бір ай. Оформить подписку дегенді басатын болсақ, Каспийдегі шотымызды енгізуіміз керек. Так, оған дейін мына видеомыз дайын болған сияқты. Міне өтіп көрейік. Міне аттракционда бала. Егер карусель 1 минутта 20 рет айналса, оның айналу периоды мен жиілігін анықтаңдар. Осындай әдемі бізге видео жасап берді. Реалистичный. Егер карусель 1 минутта 20 рет айналса, оның айналу периоды мен жиілігін анықтаңдар. Мына жерге добавить карту дегенді енгізіп, біз өзіміздің картамызды енгізетін боламыз. Сол кезде біз тегін бір ай қолдануымызға болады. Одан кейін мына жерде атын жазамыз, нөмерін жазамыз. Мына жерде керекті мәліметтер бәрін енгізіп сохранить дегенді басатын болсақ, бізде мына жерде 1000 деп тұрады, 1000 кредит. Оны біз бір ай бойы қолдануымызға болады. Назарларыңызға рахмет. Енді алдағы уақытта мұғалімдер үшін бір керемет жаңалық. Осындай жасанды интеллектті сабақта қолдану бойынша AR, VR құралдар, видео жасау бойынша алдағы уақытта курс жасайын деп отырмын мұғалімдерге арналған. Егер қызық болатын болса, комментарияға өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Осындай видеоларды үйренгіңіз келетін мұғалімдер болса, жасанды интеллектті сабақта қолдану бойынша курсқа жазылатын мұғалімдер болатын болса, хабарлассаңыздар болады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.